Сәлеметсің бе, Айнұр? Өткен сабағымызда Кәле Құмақайұлының арман күйін талдап, аббревиатурасын дұрыс қоя білуді үйренген болатынбыз. Бүгін сол талдауымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда бастамас бұрын арман күйін есімізге түсіріп, бір ойнап алайық. Есімізден шығармаймыз, күй бізде керіс бұрауда ойналады, демек квинта бұраунда. Жылдамдығы нотада көрсетілген. Өткен сабағымызда бірінші саннан екінші санға дейін талдап аппликатурасын қойған болатынбыз. Енді бүгін екінші саннан бастап аппликатурасын қоямыз. Екінші санның бірінші дыбыстары ми, фа, соль, содан кейін ля, соль. Ол бірінші тактісі. Демек, саусақ қойылымы 1, 2, 4, 4, 2 болады. Жазып қойық. 1, 2, 4. 4, 2. Келесі дыбыс. Біз оны ойнадық. Ондай болды бізде. 1, 1 және де ашық. Келесі екі такт қайталанады. Енді міне 29-шы такт. Бұл бізде пунктир ритмында ойналады. Тыңдап көрейік. Демек, бірінші, төртінші, сосын қайтадан бірмен келеміз, сосын реға тағы да бір. Жаңаға айтқаным екі такт қайталанады. Оны білеміз қалай ойналатынын. Мына жерде бізде міне 29-шы тактта пунктир басталды. Жазып қойық. 1, 4, қайтадан 1. Реға тағы да 1. Мына жерде ашық болады. Қалғанын қарайтын болсақ, ары қарай қайталанады бұл ойын. Бізде бар. Мынау ойында қайталанады. Және де мынау қайталанады. Енді мына жерде 37-ші тактта бізде жаңа ойын. Қарайық. Ми дыбысынан басталады. Ми дыбысын екінші саусақпен аламыз. Дұрыстаптағы қарайтын болсақ, 2, 3, 2, 1, 2, ашық. Келесі такт. 1, 1, ашық. Жазамыз. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, ашық. Келесі ойын, жаңа ойнадық соны. 1, 2, 4, 2, 4, ашық, 1, 1, ашық. Жазамыз. 1, 2, 4, 2, 4, ашық, 1, 1, ашық. Ары қарай қарайтын болсақ, бізде ойындар қайталанып жатыр. Тек 53-ші тактта бізде жаңа ойын. Тыңдап көрейік. Бірақ та көзі. Саусақтарын қарайтын болсақ, 1, 2, 4, 2, 1.
жазамыз. Міне жаңағы 53-ші так. 1, 2, 4, 2, 1. Қалған ойындар бізде қайталанып жатыр. Сол себептен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Саған Айнұр тапсырма, осы арман күйін аппликатурасы жазылған бойынша маған келесі сабақта толықтай ойнап көрсететін боласың. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау бол.